Сәлем достар, сіздермен жұмбақ әлем. Бүгінгі шығарылымдағы айтатын адамдар қандай қиын жағдайға түссе де берілуден бас тартқан. Олар түрлі апаттарға түсіп, аман-есен үйіне оралған. Дэнни Бойлдың 127 сағат фильмі фантастика болып көрінеді. Бірақ каньонға құлап, тастардың арасына түсіп қолын кесуге мәжбүр болған адамның қорқынышты оқиғасы шынайы өмірден алынған. Альпинист Аарон Ралстон 2003 жылы Юта штатының Блю Джон каньонын бағындыруға жалғыз өзі барады. Кенеттен оның оң қолын үлкен тас басып қалды. Ер адам 6 күн бойы қолын шығара алмады. Саяхатшы қайда бара жатқанын ешкімге айтпаған болатын. Ол өзімен тек 1 литр су мен 2 сэндвич қана алған. Аарон бірнеше күн бойы суды үнемдеп ішіп отырғанымен, соңында өз зәрін ішуге тура келді. Альпинист босаудың бір ғана жолы ол қолын кесу екенін түсінді. Бірақ оның кішкентай қалта пышағы сүйекті кесе алмады. Өлуге дайындалып, Аарон өзінің атын, туған күні мен есімін тасқа ойып жазып, өзімен бірге жорыққа алып шыққан камераға қоштасу видеосын жазды. Соңында күш-жігерін жинап, тас басып қалған қолын сындырып кесіп тастады. Альпинист каньоннан шығып, адамдармен кездескенше 11 шақырым жүріп өтті. 1971 жылы Джулиана Кёпке 91 адам қаза тапқан Lanza Flight 508 ұшағының апатынан аман қалған жалғыз адам болды. Ұшақ Амазонка джунглиінің ортасында апатқа ұшырады, ал Джулиана 2800 метр биіктіктен құлаған болатын. Жараланған жолаушы 11 күн бойы джунглиден жеуге жарайтын тамақ іздеп, бұлақтардан су ішкен. Джунглиде жүріп ол ескі қайық қозғалтқышымен 1 литр бензин тауып алды. Қыздың жарасына инфекция түсіп, қолы құрттай бастады. Әкесінің олардың үйіндегі итінде осындай инфекция болғанында жараға керосин құйғаны есіне түсті. Осылайша ол қолындағы жараны дезинфекциялау үшін бензинді қолданды. Жас қыз бензиннің көмегімен жарасынан 30-ға жуық құрт алып шықты. Соңында Джулия адамдарға кезігіп құтқарылған болатын. 2006 жылы Рики Мэгги Австралия шөлдерінде 71 күн өткізген болатын. Ер адамның айтуынша, саяхат кезінде оның көлігі бұзылып, шөл далада қалған екен. Рики Танами шөлінде тірі қалудың амалын іздеді. Ондағы ауа температурасы күндіз 40 градусқа дейін жетеді. Австралиялық саяхатшы бақаларды, кесірткелерді және жыландарды жеу арқылы ғана тірі қалды. Ал жаңбыр жауып қалса, қолынан келгенше жинап, үнемдеп ішіп отырды. Ер адам кездейсоқ байқалып, Кэтрин ауданының жанында құтқарылды, ал кейін Дарвин ауруханасына жеткізілді. Уругвайлық Old Christians регби командасы Сантьягоға жарыс ойындарына шақырту алып, алаңсыз рейске отырды. Бірақ команда мүшелеріне бұл рейстің соңы қорқынышты түске айналды. 1972 жылы 12 қазанда ұшақ Анды тауларының қарлы шыңдарына соғылып, апатқа ұшырады. Оқиға орнында 17 адам бірден қайтыс болды, ал тірі қалғандар үшін қиындықтар енді ғана басталған болатын. Экипаждың басты мақсаты шектеулі азық-түлік пен аязды ауа райында аман қалу болды. Олар құтқарушыларды күтіп қираған ұшаққа тығылды. Өкінішке орай апаттан кейін көп ұзамай ауа райының соғынан тағы 10 адамның өмірі қиылды. Тірі қалғандар аштықтан өлмеу үшін қанша қиын болса да қайтыс болғандарды жеуге мәжбүр болды. Экипаж құрамынан 2 спортшы көмек іздеуге кетіп, 10 күн өткен соң қой бағып жүрген Серхио Каталанды жолықтырып көмек шақырды. 72 күннен соң ақыр соңында 45 жолаушының тек 16-сы ғана аман қалды. Ал енді тізімнің соңғы кейіпкері, әлемдегі ең жолы болғыш немесе керісінше ең сәтсіз адам туралы айта кетсек. Бұл хорват музыка мұғалімі Франо Селак. Ол 7 рет өлімнен аман қалды. Франо 33 жаста болғанда, ол отырған пойыз рельстен шығып, мұзды өзенге құлаған болатын. Ол апатта 17 адам қаза тапты. 1 жылдан кейін ол ұшақтан құлап, шөп үйіндісіне түседі. Кейін ол отырған ұшақта көп ұзамай апатқа ұшырап, 19 адамның өмірін қиды. Бірақ тағдыр Селакқа тағы бір тосын сый жасады. 3 жылдан кейін ол отырған автобус өзенге құлап 4 адам қайтыс болды. Сәтсіздіктер мұнымен аяқталған жоқ. 44 жаста болғанда Франоның көлігіндегі қозғалтқыш 2 рет жарылды. 66 жасында оны автобус қағып кетеді. Ал 1 жылдан кейін ол фурамен соқтығысады. Бұл жағдайлардан кейін ол өз күшін лотереяда сынап көруге шешті. Осылайша 74 жасында ол 900 000 евро жеңіп алды. Бұл ақшаға ол үй мен саяжай сатып алып, қалған жеңісті достары мен туыстарына бөліп берді. Франо Селак 2016 жылы 86 жаста қайтыс болды. Менің бүгінге айтарым осы. Ал сіздер каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Жолда абай болыңыздар. Келесі кездескенше.